Білмеймін не үшін, бірақ сразу ұнамады маған деп айтады ғой анау. 60 бет секунду не істеп жатыр қазір миыңыз? Сіз менің дауысымды естіп жатсыз? Дауыстың әшейін несін қалай айтсам, настройкасын естіп жатсыз. 2, мен айтқан сөздерді тыңдап жатсыз, былай. 3, сол айтқан сөздерден ішіңізде бір инсайт пайда болды. Точно же деген. Бұл 3. Сіз қасыңыздағы отырған адам аяғын тік деп отқанын сезіп отырсыз, немесе білмеймін, курткасының қимылдағанын сезіп отырсыз. 4. Мына жердегі жылы ма, суық па, соны сезіп отырсыз. 5. Отырған жеріңіз қатты ма, жұмсақ па, соны сезіп отырсыз. 6. Сіз еще параллельно, әсіресе ханымдар, кешке қарай не жасаймын, не киемін деген идея бар, параллельно. 7. Адам махаббаты барлар болса арасында, ол да параллельно жұмыс істеп тұр, аяқтан тың. 10 бәрі 8, 9, 10, 15. Бірнеше процесс бір уақытта болып жатыр сізде. И бұны санаңыз жасап жатыр. Санаңыз. Андай, саналы түрде деп айтамыз ғой. Саналы түрде. Енді сізде түп санаңыз бар ғой. Түп санаңыз әдетте сіздің әрекетіңіздің 95%-ін басқарады. 95%. Мысалы, сіз қазір минутына жерде отырмын, минутына 60 рет демалайық деген сізде не жоқ. Немесе жүрек, қазір азай деген приказ жоқ. Бұның бәрін түп сана жасап жатыр, Енді жаңағы кірген кездегі идея тоже түп санамен болды сізде. Нұғым деген. Түп санамен болды. Бәлкім сіздің кішкентай кезіңізде бір нағашы ағаңыз болды, чуть-чуть маған ұқсайды, білмеймін, шашақ па, бойы осындай ма, и ол сізге тәтті беретін, сізді қатты жақсы көретін. И сіз бір нәрсе тауып алдыңыз, одан әкіштіксі екен деген ой болады. Немесе сіздің бір ұрысқақ мұғаліміңіз болды, соны түрі маған ұқсаймын бір нәрсе. Кірген кезде андай ішіңізден, білмеймін не үшін, бірақ сразу ұнамады маған деп айтады ғой анау. Я что-то почувствовала деп ше. Ол не екенін білмейді. Ол мына жақта. Бұның жылдамдығы қалай деп ойлайсыздар? Мынадан точно көп? 90? 100? Мыңнан да көп? Миллионнан да көп? 11 миллион бит в секунду. Жылдамдық. И осы қырғын нәрсе басқарып жатыр.